Алматылық хирургтар алғаш рет толық автоматтандырылған роботтың көмегімен буын ауыстыру операциясын жасады. Технология отаны дұрыс жоспарлау, науқас анатомиясын талдау және модельдеумен қатар сүйекті кесуді өзі жүргізеді. Сондықтан асқыну қатері аз дейді мамандар. Отаны қалтықсыз өткізуге мүмкіндік беретін робот жұмысы туралы толығырақ тілші материалында. Алматылық 70 жастағы Николай Шрамковтың буын ауруларымен күресіп келе жатқанына 10 жылдан асқан. Жыл басында жамбас буынына ота жасатқан ол бұл жолы роботтандырылған жүйеге сенім артуға бел буған. Себебі операция орнында із қалмай бұлшық еттер мен сіңірге аурулық түспейтіні қызықтырды дейді науқас. Необходимо было буын ауыстыру қажеттігі туындады. Ойлана келе дәрігерлердің қолы дірілдегенмен роботтың қолы дірілдемейді ғой деп шештім. Ғаламтордан да робот жасаған операцияға байланысты көп жақсы пікірлер оқыдым. Сондықтан ота жаңа технологиялар арқылы жасалғанын қаладым. Былтыр мегаполисте роботтың көмегімен 9 науқастың тізе жамбас буындары ауыстырылған. Ал биыл Үндістаннан келген мамандармен бірлесіп өткізілетін оталар кезінде толықтай автоматтандырылған инновациялық робот қолданылып жатыр. Барлық процесті жүйе өзі жүргізетін отадан соң науқас көп қан жоғалтпайды, әрі әлдеқайда тезірек қалпына келеді дейді мамандар. Біздің ауруханамызда жылына 2000-нан аса ота жасалынады, тізе және жамбас буынын ауыстыру. Әлемдік статистикада кездесетін нәрсе ол жаңағы асқынулары операциядан кейінгі екінші операциялар жасау, роботпен жасалынған операциялар осы асқынуларды және екінші рет операция жасауларды, яғни қаупін төмендетеді бізде. Роботтың ерекшеліктері, робот бізге жоспарлағандай дәлдікпен 1 миллиметрлік дәлдікпен протезімізді дұрыс қойып шығуға көмектеседі. Бұның қауіпсіздігі ол жағынан ешқандай қорқудың керегі жоқ. Тек қана бұл жерде хирургпен жаңағы роботтың арасында сенімділік болу керек. Аталған технология ақш, Жапония, Корея мен Қытайда кеңінен танымал. Айта кетейік, Алматыда бүгінде 5000 адам буын ауыстыру кезегінде тұр. Жансая Олжабек, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.